Сәлем баршаға. Бүгін біз Андорсизда өз жеке тақырыбы байланысты бағдарлама құратын боламыз. Яғни мен тақырыбым кәдімгі бізде бәрімізге танымал онлайн шоп. Яғни біз онлайн арқылы покупкалар жасау секілді түрлі әрекет жасаймыз. Яғни мен бағдарламамда осы кәдімгі бізге таныс Java, яғни Kotlin тілінде істелінген. Яғни бұл бағдарлама ішіне не кіреді? Бағдарламаның ішіне бағдарламаны біз ең алдымен бастау үшін бізде activity деген бізде файл бар өзі арнайы. Яғни бұл activity файлымен біз бағдарламады әрқайсысын жеке-жеке қосылады. Яғни біз ең базасынан басталады activity, екіншісі бізде ішіндегі детальдары, одан кейін бізде бағдарламаның интросы кіреді. Мысалы мыналар жалпы бұлар интро логинға кіреді, мына бәрі менің істеп жатқаным. Қазір мен жөндеу барысындамын, бірақ алдағы уақытта бір толық қана бағдарлама шығады. Яғни ары қарай бізде регистрация бөлімі, одан кейін адаптер, яғни оған қосыла береді өздерің фантазияңа байланысты. Ал мұнда бағдарламаның, яғни REST-тен кейін Drupal деген бар. Ол Drupalда бізде кастомизация жасаймыз. Ал REST-тің өзінде мысалы layout деген файлында бізде ішіндегі бағдарламаның кастомизация арқылы, яғни бұндағы бағдарламаның ішіндегі activity, яғни мысалы бағдарлама құру барысында сізде интро болады, логин болады, бізде яғни тіркелу бөлімшесі болады, немесе соның ішіне детальдарын настройкаларын жөндеуге болады. Ал яғни мен бағдарламаны қысқаша түсіндіре кетейін. Бағдарлама менде осы кәдімгі онлайн покупка жасау арқылы. Яғни онлайн покупканы түрін айта кететін болсам, бізде онлайнда мысалы телефон сату, гаджет сату, немесе Magnum секілді тауарларды, көкөністерді алуға заказ ететін түрлі файлдар. Немесе біз Каспийдан өзіміз секілді оның түрлері көп. Бірақ мен соның ішіндегі осы магазин овощи, яғни көкөніс магазинін онлайн түрде заказ ету бағдарламасын құрып жатырмын. Қазір құру барысы, яғни менде приложение мына онлайн шоп, әлі ешқандай логотип қойылмаған. Яғни онда кіреміз, бағдарлама менде осындай бір осы көкөністердің суреті және қызбен бірге тұрады. Яғни біз текст бойынша біздің пайдалы ләззат әлеміне қош келдіңіздер, табиғатына илігіңіз, біздің пайдалы және дәмді жемістерін жарқын таңдаумен зерттеңіз. Яғни бағдарламаның мақсаты бізде көкөністерді жай ғана сату ғана қоймай, оларды танымал қылдыру, яғни олар қаншалықты пайдалы екенін бәрін зерттеп отыру, сол секілді осындай мақсаты сондай. Ал бұнда кіру барысы, яғни кіреміз, кәдімгі бізде кіру барысы email паспортын сұрайды. Яғни emailды нақта кіру арқылы бағдарламасын басамыз, немесе яғни кіру, яғни тіркелу дейді ғой, логин деген. Құпиясыз ұмытсақ, бізде қайтарып алу способы бар, немесе Google арқылы кірсек болады, тіркелмеген болса тіркелу дейді. Бірақ тіркелмесек біз қайтадан жаңағыдай тіркелеміз. Бірақ мен сізге тіркеліп әлі көрсетпей ақ қояйын, оны келесі сабақта көрсетсем деп шешем. Себебі қазір осы жерден тоқтала кетейік. Яғни бағдарламаның пока осы бірінші бөлімі осы жерден аяқтаймын.